желтоқсанда бұрынғы Астанамыз қазіргі бас қаламыз Алматы қаласында мыңдаған қазақ жастары наразылық білдіріп шеруге шықты. Айқын сен естідің бе? Кеше Қонаев ағамыз орнынан алыныпты дейді. Қойшы, рас айтасың ба? Кімнен естідің? Кеше прокуратура қайдан естідім. Бүгін бір өзіне алаңына көп адам жиналып жатыр дейді. Неге, неліктен? Қонаевға ресейден бір орыс келіпті дейді. Қой, біз мына тығылып қалғанымыз дұрыс болмас. Жүр, кетіп тез барайық. Тәуелсіздік керек! Тәуелсіздік керек! Тәуелсіздік керек! Қазақстан! Қазақстан керек! Тәуелсіздік Первая рота, слушайте мою команду. Производится операция «Уюн». Немедленно разогнать экстремистов и хулиганов. Первая рота за мной. Я бұл оқиға тарихта «Құйын 86» деген атпен мәңгі қалады. Бұл жойқын шабуыл қаншама қазақтың қыздары мен жігіттерін арамыздан алып кете барды. Нашақор деп, ұлтшыл деп, қазаққа күйе жаққандың. Қазаққа күйе жаққандың. Назары кетіп бардыңда қайға халық батқандың. әділдік пен шындықты өтірік жалап өткен күн. Надан жасаған сұмдықтар адамдар деп шектейді. 1986 жылдың ызғарлы желтоқсанында ұлт намысын жыртып алаңға шыққан жалын жүрек жастардың арасында Ләззат Асанова да болып еді. Ләззат Чайковский атындағы музыкалық училищенің 2-ші курс студенті. Қаршада елі қыз қаралықтың құрбанына айналарын сол сәт білмеген де болар. Ап-ұжданы озбырлықтың табанына тапталап, жас жүрегі зұлымдықтан жапа шеккен Ләззаттың қазасы әлі күнге дейін жұмбақ. Мезгілінен бұрын солған ғұмырының обал сауабы кімнің мойнында? Қайғылмай кеткен қарлығаш, желбіреген қолаң шаш, 17-ге жете алмай, қиылып кеткен қыршын жас. 32 жыл бойы мен жатырмын, ақ жазықтың түбінде, мені өлтірген тәңкеш жігіт тірімсің бүгінде, тірі жүрсең өткен күнді еске алғанның несі бар, желтоқсанда құрбан болған Ләззат қызды есіңе ал. Небәрі 16-дан асып едің, балық балдәуренді тастап едің, қазақтың салт дәстүрін жолын қуып, өмірге енді қадам басып едің. Қап күннің ызғары, сүйектен өтіп кеткен күн, қара көз қазақ қыздарын амондар бастап кеткен күн. Қариялар итке таланып, ер басып күрек шапқан күн, аппақ қар қанға боялып, қып-қызыл мұз болып жатқан күн. Сабира Мұхамеджанова 1985 жылы 8 жылдық мектепті үздік бітірісімен Өскемен қаласына педучилищен бастауыш сыныптарға мұғалім даярлайтын қазақ бөліміне оқуға түскен. 22 желтоқсан күні өткен 22 желтоқсанда Өскемен су маңайына жиналған. Бұл жерге жастар Алматы қаласының шындығын білуге, өздерінің ізгі тілек ниетін білдіруге барған. 26 желтоқсан күні өткен жиналыста анасымен бірге барған Сабираны айыптап, бар күнәні оған үйіп, төгіп сөккен, қатқыл сөздер айтып, тәртіпсіз деп бағалаған. Сен барлық қыздар үшін жауап берем деген едің ғой, соны шешеңе қайталап айтшы. Өзіңіз ауылдың мұғалімі емессіз. Осы қалада тұрып қалай айтасыз ауыл мұғаліміне? Менің балам сүт кенже өзімнен де ауыр сөз естімеген еді. Я, солай ма? Енді бұлардың оқу-оқымысын директор шешеді. Шолпан апай, қызыңыз 5-ші қабаттан құлап кетті. Не, менің Сабирам ба? Жауқатын жаны жас
жерде үзілді. Бірақ та көктемде қайта келген жыл құсындай Сәбираның аңызға айналған қысқа ғұмыр ел жанында мәңгілікке жаңғырып қалады. Ол тірі болғанда ақын болар ма еді? Үйдегі жетім баланың үшіншісі болып дүниеге келген Қайраттың әскерден соң өнер иеларының біріне бармақ ниеті болған. Қайрат-ау, тамақтан алсаңшы. Студент болам деп бірінші болып қалғансың-ау. Бұйырғанын жеп отырмыз нағашы. Аспан ауырқыра. Өзіңнің ептеп өлең жазатының бар еді ғой. Маған жаңа жылға арнап өлең жазған шығарсың, жаман дейін. Я бар ғой. Біз органнан келдік. Қайрат Рысқұлбековты тұтқындауға келдік. Прокурордың санкциясы бар. Не? Ойбай-ау, бұның не жұдырықтай баланың не жазығы бар еді? Әке шешесіне не бетімізді айтамыз? Жігіттер жиналып бізбен жүресіз. Жеңеше, сабыр етіңіз. Бұл жігіт күні бір төбелеске қатысыпты. Анық тексерген соң қайтарып жібереміз. Енді не істейміз? Заключенный Рысқұлбеков на допрос. Айтты Рысқұлбеков. Сен Мирбек Сатпаев көшелерінде жасақшыларды көрдің бе? Егер ол көшеде болмасам, бұл жасақшыларды қайдан көрем? Ал сен Савицкийді сен өлтірдің бе? Жоқ, өлтірген жоқпын, бұл өтірік жала. Ах ты, декабрист, несчастный. Я покажу өтірікті. Проводите еще. Алып кетіңдер. Да, айтар сөзім бар. Содан таза басым бар, 21 жасым бар. Қысқалдықтай қаным бар, лам десін алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқта құрбандық, адам десін атыңдар. Мен нетермін, мен келмеске кетермін. Көрмеген қош боқтандарым, көремін мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат. Артымда қалған ата-анам, бер жұртым саған аманат. жылдың 21 мамырында Қайрат дүниеден өтті. Қанаты қырқылып жарық күнмен мәңгілікке қоштасты. Есіл ер көзі тірісінде шындыққа жете алмай қапыда жер жастанды. Қасқалда басып көлінен, жүрегі келіп қонған күн, қыранды қуып көгінен, қарғалар билік алған күн. Адам мен айсыз айырып қалып ұққан күні сақ артында бәз баяғы сары жер болып шыққан. Ақ оған адамнан бар ма асылы, кеткен жоқ құлағынан зар басылып. Бұғауда бозақтар кете барды, бірі атылып, біреуі дараға асылып. Қара бауыр қасқалдап қайда ұштың пырпылдап ей, сайдың алды сәбидің еңбегінде былқылдап ей. Қара бауыр қасқалдап ей,
бәріміз қазір экранға қараймыз. Отырсаңыз ғалым. Sangrıdı, kelетін білді, жайдарлы. Сол жылы бірақ, әдеттен жырақ, көрінді шылық, ай бардың. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі, ызғарлы. Көңілде мұңлы із қалды. Жазықсыз жазаға тартылған Қайрат Рысқұлбеков, Өскемен педагогика училищесінің студенті Сабира Мұхамеджанова, Алматы музыкалық училищесінің оқушысы Ләззат Асанова және де басқа да 12-де бір гүлі ашылмай ерте солған жауһарларымызды 1 минут тұрып, орнымыздан тұрып еске алайық. Әр қазақтың есінде сақталады, желтоқсанның өрінде ақталады. Ел намысын қорғаған сарбаздарым, ерліктері мәңгілік сақталады. Құрметті ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар, сіздерді байтақта бай мемлекетіміз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 27 жылдық ұлы мерекесімен құттықтаймыз. Отбасына тыныштық, шынайы бақыт тілейміз. Қазақстан, тәуелсіздік, отан. Осы қасиетті 3 сөзді айтқанда адам жүрегі қандай махаббатқа бөленеді десеңізші. Бүгінгі Қазақстан әлем назарында. Оның болашағынан үлкен үміт күттіретін жері бай, халқы бай ел. Қазақстан туған отан алтын бақ, ұлы жолға келіп түстің жарқылдап. Қазақстан көпті көрген қария, Қазақстан мейірімді ана жер қымбат. Егемен болма, ел болмас, ертең жеңі кем болмас, терезесі тең болмас, енді қазақ
басқа жұртпен тең жұлдызы, тең күші, егемендік деген сөзден естіле, ата жұрттың арғысы мен бергісі. Атады тағы да бір тән көріп, жүректен арман отын жандырып, Қазақстан біздің туған ұлы отан, жайнай берсін, мәңгілік. Тұрпа шашқан күнімнің, жаңа шуған күні бұл. Мені ғана тілімнің, баға шуған күні бұл. Ата мекен ақ едік, азат болған күнінде, құндақтағы сәбидің қазақ болған күнінде. Тұрағым Қазақстан елді мекен, сүйгім жоқ, сүйе алмаймын жерді бөтен, танытқан бар әлемге қазақ атын туынды асқақтата желбіретем. Ата бастың баласы, қауымдастың күні бұл, бір-бірімен жарасып, бауыр басқан күні бұл. Armanların yakındatıp tüm ağız, bizim жаққа жеткен екен жылағыз, егеменді ел бақытты ертеңге оқалай құласын қуаныш. Отанды біз атамекен деп аялап атаймыз, өйткені оны мекен еткен атамыз бен бабамыз. Отанды әркім анасындай қастерлі бағалап, өйткені отан баласындай бізді өсірер аялап. Намысымды шығарғанда желтоқсан, шыққан өмір сынағында желтоқсан, жігіттің ғарында желтоқсан, жаман күндік шуағында желтоқсан. Отанның жастарымыз де туған жерде сүйеміз, өйткені онда бәріміз де туып өмір сүреміз.
бейбітшілік өмірде сүрейік. Осы өсіп отырған болашағыңыз аман болсын. Ешқандай қиыншылықты көрмесін. Рахмет сіздерге.